Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Ертөстік. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты, 4 түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты, матау толған түйелері болыпты, өріс тола жылқылары болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Бір жылы үлкен жұт болыпты. Ел малын алысқа отарға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы да соның ішінде кетіпті. Бір қыстық азығын алып, кемпірімен Ерназар үйінде қалыпты. Ерназардың 8 ұлы сол кеткеннен хабарсыз кетеді. Айлар өтеді, жылдар өтеді, келмейді. Ерназардың азығы таусылады, ашығады. Жейтін тамақ таппай тұрмысы қинала бастайды. Бір күні кешке жақын төсектерінен тұрып, кемпірі түндігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан шал шаңыраққа қараса, шаңырақтың төбесінде керулі тұрған кер биенің төстігі көзіне түседі. Ерназардың қуанып есі шығады. Кемпір, сүйінші, керулі тұрған кер биенің төстігі майлы көрінеді. Бол, жылдам асып жібер дейді. Сөйтіп төстікті қазанға салады. Төстікті асып жейді. Ұзамай кемпір жүкті болады. Мезгілі толып босанады, ұл туады. Оның атын төстік жеген соң бітті деп ер төстік қояды. Төстік өзгеше бала болып өседі. 1 айда 1 жастағы баладай, 2 айда 2 жастағы баладай, 3 айда 3 жастағы, 1 жылда 15 жастағы баладай болып өседі. Садақ тартуды үйренеді. Тартқан садағын 9 қабат кетпеннен өткізеді. Алысқан кісілерін алып ұратын алып бала болып өседі. Аң аулап, құс атып шал әкесі мен кемпір шешесін асырайды. Төстік бір күні ауылдың арасында отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын үзіп түсіреді. Тарғақ жығылмай бір қанатын сабалап қаша жөнеледі. Төстік ұстайын деп қуып жүргенде тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстінен қашып өтеді. Қуып келе жатқан төстікте өрмектен секіреді. Сол кезде төстіктің бір пақайы өрмекті іліп кетеді. Өрмектің бір сыпыра жібі үзіліп қалады. Өрмек тоқып отырған кемпір: «Алда ғана көкшешек-ай, өрмегімді үзіп кеттің ау, ертеден қара кешке дейін бүйтіп жар қуалап, торғай атқанша тентіреп кеткен 8 ағаңды тауып алсаң болмай ма?» деп қарғап сілейді. Кемпірге сөз қайыра алмай төстік жүгірген бетімен үйіне келеді. Атып әкелген құстарын лақтырып тастап отыра кетеді. Төстіктің ашулы түрін көріп шешесі: «Саған не болды? Кіммен жанжалдастың?» деп сұрайды. Төстік шешесіне кемпірдің сөзін түгелімен айтып береді. «Ағаларым қайда? Неге келмейді? Іздеп тауып әкелемін» дейді. Шешесі: «Ол кемпір өтірік айтады. Сенің ағаларың болған жоқ. Оның сөзіне сенбе» дейді. Сөйтіп төстікті нандырып қояды. Тағы бір күні төстік асық ойнап жүріп әлгі кемпірдің жалғыз баласын жұдырығымен қойып жіберсе, бала өліп қалады. Кемпір төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап сілейді. «Қыршыныңнан қиылғыр төстік, менің жалғыз балама әлің жеткенше айдалада тентіреп өлген 8 ағаңның қураған сүйегін тауып алсаң болмай ма?» дейді. Кемпірдің сөзі тағы төстікке ой салады.
Шешесінен ағаларын сұрайды. Шешесі бұрынғы жауабын айтады да қояды. Төстік шешесінен тамақ сұрайды. Шешесі қуырып же деп бидай береді. Төстік бидайды қуырып отырады да, апа, бидайдың піскенін көріп берші дейді. Піскенін көремін деп бидайды алақанына салып ала бергенде төстік шап беріп анасының қолын сыртынан қысып алады. Қоя берші қолымды, қоя бер, қолым күйді деп анасы баж ете қалады. Шыныңды айтсаң жіберемін дейді төстік. Анасы шынын айтпақ болып уәде береді. Төстік шешесінің қолын қоя береді. Содан кейін анасы шынын айтады. 8 ағаңның бары рас еді. Жұт жылы келіп еді. Содан қайтқан жоқ. Қайда жүргендерін білмейміз дейді. Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі.